Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Біз сендермен өткен сабақта Ф дыбысы бар сөздерді есімізге сақтап, сауатты жаздық. Бүгінгі сабағымызда Ф дыбысына арналады. Бүгінгі сабақта сендер Ф әрпі бар сөздерді сауатты жазасыңдар. Берілген тақырып бойынша түрлі дерек көздерден жаңа сөздердің мағынасын ашасыңдар. Балалар, құрамында В дыбысы және Ф дыбысы бар сөздерді табыңдаршы. Қане, сөздерді менен кейін қайталаңдар. Велосипед, трамвай, вагон, волейбол, футбол, микрофон, фабрика, телефон. Бәрекелді балалар, біз В және Ф дыбысы бар сөздерді таптық. Соңғы сөзіміз қандай сөз? Телефон. Олай болса, балалар, қазір біз сендермен телефон туралы мәтін оқимыз. Мұқият тыңдаңдар. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор Александр Грэм Белл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адамыңмен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болуы шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп атайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз сол. Ол телефон аппаратымен сым арқылы жалғастырылған. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтін не туралы? Мәтін телефон туралы. Телефонды кім ойлап тапқан? Телефонды америкалық профессор Александр Грэм Белл 1876 жылы ойлап тапты. Микротелефон деген не? Микротелефон микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғы. Бәрекелді балалар. Мәтінімізге қайта оралайық. Мәтіндегі Ф дыбысы бар сөздерді қане бірге табайықшы? Профессор, телефонды, телефон, микрофон, микрофон, телефонды, микротелефон, телефон, телефон сөздері. Жарайсыңдар балалар. Енді осы сөздердің мағынасын білесіңдер ме? Профессор, микрофон, телефон. Ендеше біле жүріңдер. Профессор латын тілінен аударғанда оқытушы, мұғалім деген мағынаны білдіреді. Бұл жоғарғы оқу орындарындағы оқытушы, ғылыми мекемелердегі қызметкерлердің ғылыми атағы. Микрофон. Микрофон гректің микро, аз, шағын, фоне, дыбыс деген сөздерінен шыққан. Ол телефон және радио байланыста, теледидар мен радио хабарларын таратуда, дыбыс жазу орындарында дауысты күшейту мақсатында қолданады. Қазіргі таңдағы ең танымал телефон түрі ол әрине ұялы телефон. Телефоннан басқа тағы да қандай байланыс құралдарын білесіңдер? Біле жүріңдер. Таксофон, пошта, факс, электронды пошта, радио құралдарын байланыс құралдарына жатқызуға болады. Балалар, мына шартты белгілер бізге не айтып тұр? Бірінші шартты белгі телефонды қолдануға болмайды деп тұр. Екінші шартты белгі тамақтанудың белгісі. Үшінші шартты белгі телефон дауысын қатты шығаруға болмайды дейді. Төртінші шартты белгі қоғамдық көліктерді білдіреді. Енді осы шартты белгілерді қосқан кезде олар бізге қандай ереже айтуы мүмкін? Бірінші суреттер қосылған кезде дастархан басында ұялы телефонды қолдануға болмайды дейді. Екінші суреттер біріккен кезде қоғамдық көлікте телефон дауысын қатты шығаруға болмайды дейді. Балалар, сендер осы ережені ұстанасыңдар ма? Балалар, телефонмен сөйлесу әдебін біле жүріңдер.
Ең алғаш телефон соққанда амандасу керек. Ал соңында қоштасуды ұмытпа. 20 минуттан артық сөйлесу жөн емес. Бәлкім әлде кімге тығыз шаруамен телефон соғу керек шығар. Сұхбатты бірінші болып телефон соққан адам аяқтауы тиіс. Таң атпай немесе түнге қарай ерекше бір жағдай болмаса, телефон шалған дұрыс емес. Берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойыңдаршы. Қане, бірге қояйық. Фарида Алматы кілем фабрикасында істейді. Анам фарфор шәйнекті күтіп ұстайды. Микрофон алдында сөйлеп тұрған Құралай екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мұндағы фарфор сөзіне назарларыңды аударыңдаршы. Фарфордан тағы да қандай бұйымдар жасалатынын білесіңдер ме? Бейнематериалға назар аударыңдар. Фарфор су мен газды өткізбейтін ақ түсті, тығыз керамикалық материал. Одан жасалған ыдыстар беріктігімен және ерекше нәзіктігімен көзге түседі. Қытай тауарлары, соның ішінде фарфордан жасалған бұйымдар, орта ғасырларда Еуропа елдерінде үлкен сұранысқа ие болды. Қытай саудагерлері жасалу жолын құпия ұстаған. Ол кезде фарфор ыдыстарын тек сарай патшалары ғана сатып алатын. Фарфор ыдыстар көзге өте тартымды, әрі ыстық пен суыққа төзімді келеді. 18 ғасырдың басында Еуропа елдерінде фарфор ыдыстарды жинау патшалар арасында үлкен сәнге айналды. Арада қанша уақыт өтсе де, фарфор ыдыстар жоғары бағаланып келеді. Балалар, бейнематериалдан фарфор туралы қызықты ақпараттарды білгендеріңе сенемін. Олай болса, Ф дыбысына арналған сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ол үшін бізге берілген ребусты шешіңдерші. Мұнда бізге Ф әрпі, мұндағы керек және алма. Бұл сөздердің керек емес әріптерді алып тастап, сөз құраймыз. Ребустың жауабы ферма болады екен. Дұрыстап алдыңдар ма? Ал енді осы сөзге сөйлем құраңдаршы. Ал енді өздерінің сөйлемдеріңді салыстырып көріңдер. Менің ағам фермада істейді. Қазір мен сендермен ойын ойнағым келеді. Ойын сиқырлы телефон деп аталады. Ол үшін бізге сөз берілген. Осы сөзді біз ары қарай жалғастыруымыз керек. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталу керек. Және ол сөздің құрамында Ф дыбысы болу керек. Қане тауып көріңдер. Бірінші сөз шкаф, футбол, лифт, телефон. Мінеки балалар, біз сөздерді жалғастырдық. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер Ф әрпі бар сөздерді сауатты айттыңдар және жаздыңдар. Берілген тақырып бойынша профессор микрофон сөздерінің мағынасын аштыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.